Қайырлы күн баршаларыңызға, амансыздар ма? Бүгін біздің жасайтынымыз сүзбеден жасалған бәліш. Соланы көрсеткім келіп отыр. Қажетті өнімдерді описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Әуелі бізге керегі 450 грамм ұнымызды дайындап қойдым. Електен өткізіп, бәрін дайындап қойдым. Енді оған қажетті 100 грамм сары майымызды осы ұнға қосатын боламыз. Ал пісімілі. 100 грамм майымызды осы бөлме температурасындағы осы ұнмен екеуін бірге қолмен жақсылап араластырып аламыз. Міне қолмен жақсылап араластырдым. 450 грамм ұнымызбен 100 грамм сары майымызбен екеуін жақсылап қосып араластырып алдым. Ендігі ыдысымызға мұнда 200 грамм қаймағымыз бар, 20% қаймақ. Осы 20% қаймаққа 150 грамм қантымызды қосатын боламыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, енді бір жұмыртқаның ағын ғана қосатын боламыз. Бір жұмыртқаның ағы. Енді жақсылап тағы да араластырамыз. Осылай араластырып болғаннан кейін кішкене шым-шым тұз себетін боламыз. Міне дайын болды. Қоспамыз. Енді осыны қазір қамырға салатын боламыз. Қамырға бір шай қасық разрыхлителімізді саламыз. Осы салып болғаннан кейін бұны тағы да қолмен жақсылап араластырып жібереміз. Арасына сынсын. Сосын араластырып болғаннан кейін жаңағы қоспамызды осыған құйып қамыр илейтін боламыз. Міне. Өздеріңіздің көз алдарыңызда дайындадым ғой. Енді осыны ұнға қосып қамыр илейміз. Енді жақсылап қамыр жасаймыз, илейміз. Мені қамырымызды илеп дайындап қойдық. Енді осыны біраз сындыруға жібереміз. Оған дейін ішіндегі салмасын дайындай бастаймын. Енді ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Оған әуелі қантымды дайындап қойдым. Бұл жерде 3 ас қасық қантым бар. Енді осыны қосып араластыратын боламыз. Сосын және де 1 ас қасық қаймақ. 20% қаймақты қосып жатырмын. Сонымен қатар 1 жұмыртқаның сарысы. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Қазір осы қаспен араластырып аламыз. Одан кейін барып блендермен езіп аламыз. Міне достар, блендермен әбден езіп алдым. Енді осы салманы қазір қамырдың арасында салып көрсететін боламын. Енді қамырымызды жаяйын деп жатырмын. Ақырындап осылай жайып шығамыз. Мені достар қолмен жайып шықты. Енді қазір осыны кесемен қатты батырмай, тек қана осылай енді мынандай құралмен кесіп шығамыз. Айналдыра. Мені қалыңдағы осындай болу керек. Достар, мені қолмен кесіп дайындап қойдым. Бастапқыдан мынандай кесемен кестімді. Сосын ойланып қалып қайтадан үлкен кесемен көрдім. Енді сіздердің үйлеріңізде мынандай құрал болмаса, міндетті емес. Кесемен кесіп осылай жасай берулеріңізге болады. Енді бісміллә деп қазір мына бас жағынан бастайын. Бірінші неміз осы ғой. Енді осы арасында салмасын салып көрсетейін.
былай саласыздар да, сосын екі шеттен кішкене былай қысасыздар. Міне. Сонда теп-тегіс әдем болып пісетін болады. Он бес ба 14 дана шықты. Енді кесеге байланысты болды. Қазір енді осылай арасына салып, сүзбемізді бәрін бітірген соң духовкаға салатын боламыз. Міне достар, осылай жасап қойдым. Енді мына жерде бір жұмыртқаның сарысы бар. Осыны бетіне жағып шығамыз қазір. Міне дайын болды. Енді 180 градус жарты сағат 30 минутқа қойып қоямыз духовкаға. Міне достар, жарты сағатта осылай ватрушкеміз дайын болды. Бәлішіміз дайын болды. Енді осыған қазір мен не қосамын? Сахарный пудраны бәріне сеуіп шығамын. Бісміллә. Әдемі көріну үшін. Мені біреуін кесіп көрсетейін дедім. Алдымен мынандай ыдысқа салып қойдым. Қараңыздар. Енді мына тарелкаға біреуін салып сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Бісміллә. Міне. Үлпілдеп күшті болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Бәрімізге ас болсын. Келесі кездескенше жақсы сау болыңыздар.